Сәлем оқырман. Квант дегеніміз не? Квант ол белгілі бір физикалық шаманың ең кіші бөлінбейтін мөлшерін білдіреді. Мысалы, жарықтың ең кіші бөлшегі фотон. Ол жарық кванты болып табылады. 20 ғасырдың басында ғалымдар кейбір құбылыстарды классикалық физикамен түсіндіре алмады. 1900 жылы Макс Планк жылулық әсерленуді зерттей отырып, энергияның үздіксіз емес дискретті порциялармен, яғни кванттармен шығарылатынын ұсынды. Бұл кванттық теорияның негізін қалады. Атомдар мен молекулалар тек белгілі бір энергия деңгейлерінде бола алады. Физикалық өрістердің, яғни электромагниттік өрістердің қасиеттерін тасымалдайтын бөлшектер кванттар болып табылады. Кванттық компьютерлер мен кванттық криптография сияқты салаларда кванттық құбылыстарды пайдалану жаңа мүмкіндіктерді ашады. Кванттық физика біздің күнделікті тәжірибемізге сәйкес келмейтін физикалық құбылыстарды сипаттайды. Мысалы, бөлшектер бір уақытта бірнеше күйде болуы мүмкін. Бұл құбылысты суперпозиция деп атайды. Қорытындылай келе, квант ұғымы физикада энергия мен басқа да шамалардың ең кіші мөлшерін білдіреді, және де ғылым мен технологияның көптеген салаларының негізін құрайды.